Жаратылыстың басталуы 41-ші тарау. Арада 2 жыл өткенде Перғауын түс көреді. Түсінде ол Нил жағалауында тұр екен. Судан 7 семіз күйлі сиыр шықты да, қамыс құрақ ішінде жайылып жүрді. Мұнан кейін олардан басқа сұрықсыз арық тағы 7 сиыр судан шығып, жағада тұрған сиырлардың қасына келді. Сұрықсыз арық сиырлар 7 семіз күйлі сиырды жеп қойды. Сол кезде Перғауын оянып кетеді. Перғауын тағы да ұйықтап кетіп, қайтадан түс көреді. Түсінде бір сабақтан әдемі, толық піскен 7 масақ өсіп тұр екен. Ал солардан кейін 7 сидиған арық масақта өсіп тұрды. Оларды шығыстан соғып тұрған ыстық жел күйдіріп жіберген болатын. 7 сидиған арық масақ әдемі, толып піскен 7 масақты жұтып қойды. Ал Перғауын ұйқысынан оянып кетіп, бұның түс екенін біледі. Ертеңінде ол жанын қоярға жер таппай, Мысырдың барлық балгерлері мен білімпаздарын алдыртып, көрген түстерін айтып берді. Алайда олардың ешқайсысы да патшаның түстерін жорып бере алмады. Сонда бас шарапшы тұрып Перғауынға былай деді: "Бүгін мен өзім жасаған кінәні есіме түсіріп тұрмын." Бірде Перғауын өзінің құлдары бас набайшымен маған ашуланып, бізді бас қорғаушының қарамағындағы түрмеге қаматты. Бір күні екеуміз де түнде түс көріп шықтық. Әр түстің өзіндік жоруы бар екен. Бізбен бірге бас қорғаушының қызметшісі бір жас көшпенді жігіт отырды. Оған түсімізді айтып, ол әрқайсымызға жорып берді. Кейін оқиға дәл ол жорғандай болды. Мен қайтадан орныма тұрып, екінші адам дарға асылды. Сонда Перғауын кісі жіберіп, Жүсіпті тез арада түрмеден босатып алғызды. Жүсіп сақал мұртын алдырып, киімдерін ауыстырған соң, Перғауынның алдына келді. Перғауын Жүсіпке: "Мен түс көрдім, бірақ оны ешкім де жори алмай отыр. Сен туралы түс жори аласың деп естідім" деді. Жүсіп Перғауынға: "Тақсыр, түс жори алатын мен емес. Перғауынның игілігі үшін жоруын Құдай бермек" деді. Сонда патша Жүсіпке түсін айтып берді. "Мен түсімде Нілдің жағасында тұр екенмін. Сол кезде судан 7 семіз күйлі сиыр шығып, қамыс құрақ ішінде жайылып жүрді. Кейінірек мен олардан басқа еті сүйегіне жабысып қалған сұрықсыз арық тағы 7 сиырдың судан шығып келе жатқанын көрдім. Бүкіл Мысыр елінде осындай ұсқынсыз малдарды көрген емеспін. Әлгі арық сұрықсыз 7 сиыр бірінші көрінген 7 семіз сиырды жеп қойды. Бірақ олар семіз сиырларды жеп қойса да, бұрынғысынша сұрықсыз арық күйлерінде қала берді. Сол жерде мен оянып кеттім. Мен қайтадан түс көрдім. Түсімде бір сабақтан әдемі, толып піскен 7 масақ өсіп тұр екен. Солардан кейін қатып семіп қалған сидиған арық тағы да 7 масақ өсіпті. Оларды шығыстан соғып тұрған ыстық жел күйдіріп жіберген болатын. Сидиған арық 7 масақ әдемі, толып піскен 7 масақты жұтып қойды. Мен көрген түстерімді сәуегейлерге айтып беріп едім, бірақ олардың ешқайсысы да дұрыстап жорып бере алмады" деді. Жүсіп Перғауынға былай деп жауап қатты: "Перғауынның екі түсінің де мағынасы біреу. Құдай Перғауынға не болатынын көрсетті. 7 әдемі сиыр мен 7 әдемі масақ 7 жылды білдіреді. Бұл екеуі де бір түс. Олардың артынан келген 7 арық, сұрықсыз сиыр және шығыстан соққан желден кеуіп қалған 7 масақ 7 жылдық ашаршылыққа меңзейді. Мен жаңа айтқандай, Құдай осы түстер арқылы келешекте не болатынын Перғауынға білдіріп тұр. Бүкіл Мысырда 7 жыл бойы молшылық болады. Содан соң молшылықты ұмыттыратын 7 жылдық қуаңшылық келіп, елді құртып жібереді. Сонда бұл жерде болған молшылық ешкімнің есінде қалмай, елді өте ауыр ашаршылық жайламақ. Перғауынның түсті 2 рет көруі Құдайдың өзі шешіп қойған бұл істі жуырда жүзеге асыратын білдіреді. Енді Перғауын бір ақылды, данышпан адамды таңдап алып, Мысыр елін басқаруды оның қолына тапсыра көрсін. Сонымен қатар арнайы салықшылар тағайындап, егіннің 5-тен 1 бөлігін жинап алдыртсын. Осы қызметкерлер болашақтағы молшылықтың астығын жинап, қалаларда Перғауынның қарамағындағы қоймаларда азық қор ретінде сақтаудан қамын жасаулары керек. Бұл астық
Мысыр елін жайлайтын 7 жылдық жұт кезінде халықты аштан өлуден сақтайтын қор болады. Бұл ұсыныс Перғауынға да, оның барлық уәзірлеріне де ұнап қалды. Перғауын оларға: біз Құдай рухына кенелген тап осы адамдай біреуді таба аламыз ба деп Жүсіпке қарап: мұның бәрін саған Құдай білдіріп тұр екен. Өзің сияқты ақылгөй, дана ешкімде жоқ. Бұдан бұлай менің сарайымды қарамағын қаласың. Бүкіл халқым сенің айтқаныңмен жүруге тиіс. Мен патшалық тағыма байланысты ғана сенен жоғары боламын. Міне, мен сені бүкіл Мысыр елінің әміршісі етіп тағайындаймын, деген шешімін айтты. Перғауын қолынан өзінің мөрі бекітілген сақинасын шешіп алып, Жүсіптің саусағына кигізді. Оған ақ бәтестен киімдер кигізіп, мойнына алтын алқа салып, оны өзінің екінші пәуескесіне отырғызды. Жүсіп жақындаған кезде атқосшылары жұртқа: жол беріңдер, еліңдер, деп айқайлайтын болды. Осылайша Перғауын Жүсіпті бүкіл Мысыр елін басқаратын бас уәзір етіп тағайындап, оған: ел патшасы Перғауын менмін, ал сенің келісіміңсіз бүкіл Мысырда ешкімде іс-әрекет жасамайтын болады, деп міндетін табыс етті. Жүсіпке Сафнат Паньях деген ат қойып, оған әйелдікке Он қаласындағы діни қызметкер Путифердің қызы Асенетті алып берді. Жүсіп Мысырдың әміршісі болып патшаға қызметке тұрғанда 30 жас еді. Ол Перғауынның қасынан кетіп, бүкіл Мысыр елін аралауға кірісті. 7 жылғы молшылық кезінде елде өнім ағыл-тегіл мол болды. Жүсіп сол жылдары Мысырда өсіп-өніп шыққан барлық дәнді дақылдарды қалаларға жіберді. Әр қалада сол маңнан жиналған өнімді сақтап қойды. Осылай Жүсіп асықтан құм түйіршіктерінде мол етіп азық қорын жасап алды. Мұның көптігі сонша санаса сан жетпейтін еді. Сол кезде елді ашаршылық әлі де жайламай тұрғанда, әйелі Асенет Жүсіпке 2 ұл туып берді. Жүсіп тұңғышына Манаса ұмыту деген ат қойды. Себебі ол: Құдай менің барлық уайымымды, әке-шешемнің үйінен алыстап кеткенімді ұмыттырды, деді. Екінші ұлын Ефрем, өнімді деп атап, Құдай мені бұрын жапа шеккен елде өнімді қылды, деді. Сонымен Мысыр еліне молшылық әкелген 7 жыл аяқталды. Содан кейін Жүсіп алдын ала айтқандай 7 жылдық жұтта жетті. Барлық елдерге ашаршылық жайылды, бірақ бүкіл Мысыр жерінде азық қоры сақтаулы болатын. Мысырлықтар аштық көре бастағанда Перғауынға нан беруін сұрап жалбарынды. Перғауын оларға: Жүсіпке барыңдар, ол не айтса, соны істеңдер, деп әмір етті. Бүкіл елде ашаршылық үдей түскенде Жүсіп қоймаларды ашып, мысырлықтарға астық сата бастады. Айналадағы барлық басқа мемлекеттерден де адамдар азық сатып алу үшін Жүсіпке келді. Өйткені бүкіл өлкені ғаламат ашаршылық жайлап алған еді.